Барлығыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге өте жақсы ойын жайлы айтатын боламын. Және де ол ойында біз өте жақсы ақша жасай аламыз. Өте жақсы жері біз бірінші суммамызды 15-20 минутта шығарып ала аламыз. Қазір мен сіздерге толығымен көрсетемін, және де видеоның соңында мен ақша шығарып көрсетемін. Сол себепті де видеоның соңына дейін көріңіздер. Және де осы қазір шыққан видео, яғни ойын туралы айтқан видео кешке дейін 9-ға дейін 400 просмотр жинаса, мен 9-да тағы да бір жаңа ролик шығарам. Ол ролик өте күшті ролик. Ол шықпай қалуы да мүмкін, себебі ол ақша табу жолы уақыты бар, 23-не дейін. Қазір қараңыздар, бүгін 20-сы, 3-ақ күніміз бар. Сол себепті де бүгін 400 просмотр жинап тастайық. Ал одан бөлек менің басқа да роликтерім көрсеңіздер болады. Мысалы, ойын ойнап ақша табу 300 рубль, железобетон төледі, OpenAI плюс 500 рубль, және де осы видеоның соң жағын көрмегендер өте көп. Соң жағында мен майзаробот деген ақша табу жайлы айтқан болатынмын. Ол ақша табу жолымен барлық адам ақша істей алады, даже кішкентай балдардың өзі ақша жасай алады, себебі өте оңай. Ал енді осы видеоны көрмес бұрын лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Себебі бұл өте жақсы ролик, және де барлық адам ақша жасай алады. 15 минутта өзі бірінші ақшаңыз шығарып ала аласыздар. Ал енді ойынға келейік. Бұл ойын міне VFree деп аталады. Қазір қараңыздар. Play Market'тен жазайын, себебі менде өте көп адамдар сұрайды. Қалай скачать, ешқандай ссылка болмайды. Бұл жерде тек промокод болады. Міне VFree деген жазасыздар. Міне ең бірінші шықты Earn Real Bitcoin деген. Одан кейін бұл ойынды ашамыз енді. Аштық. Кішкене загрузка болады. Бұл ойынның мен айтқан ойындардан артықшылығы өте тез ақша шығарып аламыз. Және де бұл ойында біз биткоинді ақша шығарамыз. Биткоин қазір мен сіздерге толығымен ақша шығарып көрсетемін, қандай кошелекқа шығатынын барлығын толығымен көрсетемін. Сол себепті видеоның соңына дейін көріңіздер. Менде қазір 5369 points. Минимальный сумма 5000 points. Go деген. Бұл жерде ешқандай қиындығы жоқ. Міне осындай цифралар тұрады. Go деген біз басамыз, реклама шығады, и бізге рандомна бір сан түседі. Міне 30 түсті менде. Бұл жерде 200-110 дегендер барлығы цифра түсе береді, себебі рандомна. Міне 10 түсті. Рекламалар в основном біраз секунд болатын реклама жоқ. Көбісі сразу өшетін рекламалар. Яғни жарнамалар. I just won $75 playing Solitaire Cube. It's incredible. I just won. Қазір 70 түсті. Дәл осылай ойнайсыздар. Және де одан бөлек ең бірінші ойын ашылған кезде сіздерге промокод жазатын жер шығады. Міне қараңыздар. Міне осындай жер шығады. Ал мен өзім міне код деп тұрады. Осы жерге, осы менің промокодым жасаңыздар. Мен промокодым әрине описанияда жоқ, закрепленный комментарияда тұрады. Одан кейін менің телеграм каналымда тұрады. Сол жерлерден алсаңыздар болады. Міне 95 10 EGA деген. Сол жерден алсаңыздар, сіздерге кішігірім бонус беретін болады. Міне қазір маған I just won $75 playing Solitaire. Менде неге екен білмеймін, реклама қазір қап-қара болып тұр. Негізінде ақ болу керек. Походу запись экрана жүріп жатқаннан болуы мүмкін. Бұл жерде одан бөлек жұмыстар бар. Мысалы, ойын ойнамай басқа да жолмен ақша тапсаңыздар болады. Мен жазылып тұр нәрді. Типа осы ойынды ойнайсыздар, 3750 points береді. Және де скачать етуге де болады. Мені бұл жерде әртүрлі жұмыстар бар. Соларды орындасаңыздар да сіздер ақша таба аласыздар. Одан бөлек Free деген жерде осы жерге код тұрады. Сол код жасаңыздар, сіздерге
яғни 800 points береді. 800 points 24 сағат сайын жазсаңыздар болады. Біз оны қай жерден аламыз десеңіздер, негізінде Facebook'та алдын шығып тұратын, қазір білмеймін, что-то бұл жерден алып тастаған сияқты. Және де өздеріңіздің почталарыңыз арқылы ақша шығарып аласыздар. Қазір мен шығарып көрсетемін. Видеоның соңына дейін көріңіздер, если ақша тапқыларыңыз келсе осы ойыннан, себебі бұл ойында кішігірім минусы бар. Міне қазір менде яғни 5600 points болды. Бұл жерден қалай шығарамыз деген жерге, міне дәл осы жерде міне 300 бассаңыздар, міне сіздердің почталарыңыз тұрады. Одан кейін claim деген тұрады. Claim басамыз. Міне бұл жерде менде 5600 points бар, минимальный сумма, анау барлығы жазылған, және де 3 күн ішінде келу мүмкін деген, бірақ 3 күнде емес, көп адамдар ерте келіп қалады дейді. Claim басамыз. Видеоның соңына дейін көріңіз деген. Видеоның соңына дейін көреміз. Және де қалай бұл почтаға шықты деген сұрақтарыңыз болса, бұл жерде біз Coinbase'ке шығарамыз ақшаны. Яғни Coinbase'ке ашқан почтаңызды осы жерге де жазсаңыздар болады. Мысалы, қазір бір айтып кетейін. Ой, бір жыл жүре жүресің. Міне points таусылды. Міне Coinbase'ке қазір келді. Көргендеріңізде бұл жерде вывод моментальный екен. Қазір көреміз Coinbase'імді ашып. Қараңыздар, бірінші Coinbase'ке регистрация жасаған кезде, мысалы, бір почтаңызбен жасайсыз ғой, и ана ойынға регистрация жасаған кезде де дәл сол почтаңызбен регистрация жасайсыз. Екеуінің регистрациясы бір-біріне сәйкес келу керек. Сәйкес келмесе шықпайды. Сол себепті де міне маған қазір келді. Портфельге кіретін болсақ, Coinbase қалай ашу керек қатты қиын емес. Бұл Coinbase деген не десеңіздер, биткоин кошелек, міне 003 доллар деп тұр. Міне биткоинда 102 биткоин, яғни 5000 points, яғни 5000 points 100 биткоин. Бұл жерде неге екен білмеймін. Өздерінің комиссиясы бар. Сол себепті де 5600 points'ымды алып қойған шығар, маған 100 points келген. Себебі 2 биткоин менде Сатоши баяғыдан жатқан болатын. Қазір 003 болып тұр. Себебі 35 биткоин өте қатты түсті. Бұлай есептесеңіздер болады. Биткоин примерно 80 мың кезде. Міне қазір қарасаңыздар, биткоиннің ценасы 35 мың доллар. Ал 80 мың доллар болған кезге дейін болған міне 003 осылай. Одан кейін 425-ке көбейтеміз, 12 теңге. Яғни сіздер 15 минутта 12 теңге табасыздар. Ал биткоин көп 80 мың пикында, мысалы, бір жыл бойы сіздер жайлап жинай берсеңіздер, биткоин 80 мыңға дейін бару мүмкін. О кезде сіздердің ақшаларыңыз 0.9-ға дейін барады. Ал енді қазір оны есептейтін болсаңыздар 38 теңге. Яғни сіздер 15 минутта 50 теңгеге дейін жинауға болады. Бірақ Coinbase'тен ақшаны шығармау керек. Себебі Coinbase'тен ақшаны шығаратын болсаңыздар, қазіргі биткоин ценасымен долларға ауыстырып шығарып береді. Ал жататын болса, бұл көбейе береді биткоин, себебі қазір 35 мың доллар болып тұр. Ол 100 мың долларға дейін осы жыл жетеді деген әңгіме бар. Қазір 33 даже 33-ке дейін құлапты уже. Жаңа ғана 35 еді. Бұл жерден қалай шығарамыз деп көп адамдар айтады. Қараңыздар, портфельге кіресіздер. Одан кейін вывод средств деген бар, биткоинға кіресіздер. Мені торговля деген басасыздар, осы жерден шығарып алуға болады. Мен әлі шығармағам, себебі маған верификация жасау керек. Купить биткоин, конвертировать BTC деген кіресіздер. Именно маған типа верификация істеңіз. Верификация қиын емес, себебі удостоверение личности и өзіңіздің суретіңізді түсіресіз, болды. Және де бұл Coinbase'тен тоже сіздер
криптовалюта сатып алып жинасаңыздар болады. Криптовалюта қазір құлап жатыр. Болашақта өсет деген көп адамдардың әңгімелері бар. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.